Алматы халықаралық әуежайында жаңа терминал ашылғалы бері 7 мыңнан аса рейс тіркеліп, 1 миллионнан аса жолаушы кедендік бақылаудан өткен. Алдағы уақытта әуе рейстерінің саны артатынын ескерсек, шетел асуды жоспарлаған отандастарымыз нені білуі керек? Кедендік бақылауда қандай шектеулер бар? Бұл жөнінде студиямызға келген қонақтан сұрап білсек, Алматы қаласы бойынша мемлекеттік кедендік бақылау департаментінің Жетісу кедендік бекеті басшысының орынбасары Әділбек Әбдісалиховтан сұрап білсек. Әділбек, аманлық, қош келдіңіз. Қош көрдік, қайырлы күн. Жалпы Қазақстан азаматтары шетел асып, кеден бекетінен өту кезінде қандай ережелерді білу керек? Жалпы Қазақстан азаматтары шетелге шығар кезде, шекараны яғни өтетін кезде, ең алдымен олар валюталық жағдайды білу керек. Ол әр азаматқа 10 мың долларға дейін өзімен бірге алып шығуға рұқсат етілген. 10 мың доллардан асатын сома рұқсат жоқ, рұқсат жоқ, өйткені Қазақстан Республикасы президентінің бұйрығына сәйкес оған тыйым салынған. Ал шетелден Қазақстанға қандай тауарларды алып келуге рұқсат етілген және олардың құны, салмағы бойынша қандай да бір шектеулер бар ма? Шектеулер бар, әрине. Шетелден елімізге шекара асып кіретін кезде жалпы тауардың сомасы 10 мың евродан аспау керек, және де оның салмағы 50 килограммнан аспау қажет. Және о жерде өзіндік бір нормалары бар. Мысалға айтатын болсақ, әр адам басына, мысалға, бір тон дейміз ғой, жаңағы жүннен жасалған бұйымдар, бір дана алып өтуге болады. Және де өзімен бірге әр азамат 2 дана телефон алып өтуге болады, 2 дана планшет алып өтуге болады. Ал алтын бұйымдардан 5 зат алып өтуге рұқсат етілген, және олардың сомасы 10 мың евродан аспау қажет. Ал егерде осы тауарлардың құны немесе салмағы белгіленген шекті мөлшерден асып кетіп жатса, не болады? Егерде олардың салмағы асатын болса, немесе жаңағы сомасы асатын болса, құны асатын болса, олар біріншіден кедендік сақтау қоймасына жіберіледі, ары қарай кедендік рәсімдеуден өтеді ол тауарлар. Жалпы ал елден шет мемлекетке тауарларды алып өтуде қандай да бір шектеулер бар ма? Біздің елімізден тауарларды алып өтуге шектеулер бар. Жаңағы шектеулер, жаңа айтып өткеніміздей, тауардың бағасы 10 мыңнан аспау қажет, және декларация, экспорттың декларациямен алып өтуге рұқсат етіледі. Декларация демекші, жалпы осы Қазақстан азаматтары елден шет мемлекетке шыққанда, немесе шет мемлекеттен елге өткенде декларациясыз қолма-қол қанша мөлшерде ақша алып өте алады? Егерде шет мемлекеттен елімізге кіретін кезде қолма-қол өзімен бірге 10 мың долларға дейін ақша алып өтуге рұқсат етілген. Егер 10 мың доллардан асатын болса, онда декларация толтыру қажет. 10 мың доллардан 100 мың долларға дейін декларация толтырып алып өтуге болады. 100 мың доллардан асатын сома болса, және декларация толтырылады, және оның қайдан алынған туралы мәліметті растайтын құжаттар қажет болады елімізге кірген кезде. Ал елімізден шығар кезде 10 мың долларға дейін рұқсат, 10 мың доллардан асатын ақша рұқсат жоқ. Білуімізше, жол жүктерінің де 2 түрі бар екен, қоса жүретін және қоса жүрмейтін. Осылардың арасын ажыратып айтып берсеңіз, айырмашылығы неде? Қоса жүретін дегеніміз, мысалға, елімізге келіп жатырған жолаушылардың өзімен бірге алып өтетін жүктері, айтамыз ғой, жаңа қол жүктерге оған кіреді. Ол өзімен бірге кіретін болса, шекараны өзімен бірге алып өтетін болса, онда ол қоса жүретін жүктер болып есептеледі. Ал егерде қоса жүрмейтін жүк, ол арнайы логистикалық компаниялар арқылы жіберетін жүктер, ол қоса жүрмейтін жүктер болып есептеледі. Түсінікті, ақпарыңызға рахмет. Құрметті көрермен, еске сала кетейін, студиямызға келіп, тақырып төңірегінде ақпар берген Алматы қаласы бойынша мемлекеттік кірістер департаментінің Жетісу кедендік бекеті басшысының орынбасары Әділбек Әбдісалихов мырза болды.